Үй жұмысын орындауға жіберілетін уақыт нормасының шамалары мына суретте берілген. Осы бағанды диаграммалардан қандай сұраққа жауап алуға болады дейді. Мына көріп тұрғандай бізде әр сабақ бойынша біздер шамамен орташа есеппен қанша уақыт кетіретініміз берілген. Мынау минутпен берілген болар. Енді қарайық. Бізде мына диаграммада не көріп тұрмыз? Қазақ тіліне біздер минутпен немесе пайызбен. Минутпен берілген болса, қазақ тіліне біздер 20 минут кетіреді екенбіз. Қазақ әдебиетіне біздер 15 минут кетіреді екенбіз. Орыс тіліне 20, орыс әдебиетіне 15 минут, шет тіліне 15 минут, математикаға ең көп 30 минут жұмсайды екенбіз. Бұлай қанша екенін білу үшін шамамен мына жерге саламыз, иә, 30-ның айналасында шығады. Информатика пәніне біздер 15 минут шамамен жібереді екенбіз, және Қазақстан тарихына 20 минут, және жаратылыстануға 15 минут уақыт жұмсайды екенбіз шамамен үй жұмысын орындауға. Бұл мысал ретінде берілген. Міндетті түрде шындық деген сөз емес. Міне сондай шамаларды біздер мына бағанды диаграммадан көріп тұрмыз. Тағы да не көруге болады? Біздер көріп тұрғандай, ең көп уақыт бізде математикаға жұмсалатын көріп тұрмыз. Өйткені бұл математиканың бағаны ең жоғары. Одан кейін біздер қазақ тілі, орыс тілі және Қазақстан тарихына ең көп жұмсайды екенбіз. Одан кейін қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, шет тілі, информатика және жаратылыстануға бірдей уақыт жұмсайды екенбіз, ол 15 минут екен. Міне осындай мәліметті алуға болады. Енді осыны дөңгелек диаграммамен көрсетіңдер. Оны көрсету үшін біздер дөңгелек диаграмманы саламыз. Сосын мына әр қайсысына қанша минут жұмсайтындарын қосамыз да 360-қа бөлеміз. Сосын әр қайсысына қанша градус шықты, соған байланысты бұлай секторларын саламыз. Мысалы, мынау ең үлкен секторымыз бізде математикаға тән болады, өйткені ең көп уақыт математикаға кетеді екен. Мына 3 сектор бізде бір-біріне тең болады. Қазақстан тарихы, орыс әдебиеті, қазақ тілі. Мысалы, мынау 1, 2, 3, мына үшеуі бір-біріне тең болады. Және 1, 2, 3, 4, 5, мына қалған бесеуі, бұлардан кіші, ең кіші осы бесеуі болады, олар да бір-біріне тең болады. Мына жерге аттарын жазып кетесің.